Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мен әзірге өзімнің асханамда күнделікті жасап жүрген хорсты, яғни қытырлақ пісіретін боламыз. Шайға өте дәмді болып шығады. Сіздер де менің рецептіммен жасап көріңіздер, менімен бірге болыңыздар. Алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарамыз. Шай қасықтың ұшымен тұз және 2 ас қасық толтырмай қант салып, бәрін біркелкі араластырамыз. Қанттың мөлшерін азайтсаңыз да болады. Біздің қантымыз түгелдей ерігенше араластыруымыз керек. Асымызға шай қасықтың ұшымен аздап қана содымызды салып, үстіне електен астығымызды өткізе отырып, астығымызды жаймен аз-аздан сала отырып араластыратын боламыз. Шамамен 1 стакандай астық кетуі мүмкін. Астықты аз-аздан сала отырып, венчикпен немесе вилкамен араластыратын боламыз. Қойыла келгенде қолымызбен араластырып, қатты нан илейтін боламыз. Тестіміз қойылды дегенде, тестімізді ыңғайлы болу үшін тақтайымызға ауыстырамыз. Енді қолымызбен 1-2 минут ысатын боламыз. Бәрі біркелкі массы болғаннан кейін 10-15 минутқа пакетке салып, немесе бетін жауып қойып қоямыз. Міне біздің 15 минутымыз өтті. Осындай тесті шығу керек. Менде мынандай үйдің жұмыртқасы болғаннан сап-сары болып тұр. Енді бұны біздер астын наны секілді илейтін боламыз оқтаудың көмегімен. Біздің нанымыз өте жұқа болып шықса, өте керемет болып пісетін болады. Мейлінше жұқа етіп жасауға тырысыңыз. Және де видеода көрсетілгендей осындай ұзын-ұзын бөліктерге бөліп алдым пышақтың көмегімен. Біз осыны енді қуыратын боламыз. Міне менің тестім осындай жұқа, астынан қолым көрініп, кәдімгідей әдемі болып шықты. Енді шұңғылдау ыдысымызға майымызды құйып, осының ішіне қуыратын боламыз. Алдымен майды қыздырып аламыз. Майымыз қайнап шықты дегенде, майдың астын жайлатып, шанышқының көмегімен айналдырып қуыратын боламын. Видеода көрсетілгендей етіп қуырсаңыз болады. Енді сізге қалай ыңғайлы, солай жасасаңыз болады. Немесе осындай ұзын етпей, кішкентай бөліктерге бөліп салып қуырып алсаңыз да болады. Қытырлағымыздың бір жағы қызарды дегенде, екінші жағын ауыстырамыз. Ішінде қанты болғандықтан тез қызарып кететін болады. Сондықтан жылдамдатып жасауға тырысыңыз. Міне достар, осылай видеода көрсетілгенде бірінші беті қызарды дегенде екінші бетіне ауыстырып пісіріп алатын боламыз. Және де азғантай ғана қызарса болғаны, ол өздігінен одан әрі қызаратын болады. Қатты күйдіріп алмаңыздар, онда дәмі жаман болып кетеді. Міне осылай болып шығады біздің хорстарымыз. Үстіне әдемілік үшін қант ұнтағын сеуіп қойған болатынмын. Енді ол өзіңіздің қалауыңыз болады. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Маған қатты хорс ұнайды, балаларға да ұнайды. Және де бұл өте арзан заттардан жасалады. Сіздер де осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Сау болыңыздар. Менің каналыма подписаться етіп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.